Баршаңызға жалында сәлем достар, сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2014 жылға Люси атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Я не чувствую боли, страха. 25 жастағы Люси атты сүйкімді қыз Тайвань қаласына оқуға келген болатын. Оның Ричард атты жаңа досы қызға ақша табудың жолын ұсынуда. Люси белгісіз кейсті отельдің ішіндегі клиентке апарып беру керек. Бірақ та қыз кешегі клубтан кейін бұл ұсыныстан бас тартып тұр. Сонда Ричард амалсыз кейсті оның қолына кісендеп тастаған еді. Оның айтуынша кілт тек Чан атты клиентте қана, егерде шешкісі келсе, оған апарып беруі тиіс. Ақыры басқа вариант қалмаған соң, Люси отельге кіргенде костюм киген бір топ адамдар шығады. Олар Ричардты сол жерде өлтірген болатын, ал жас қызды өздерімен бірге номерге әкетіп бара жатыр. Бір кезде бөлмеге үсті басы қанға малынған Чан атты жігіт келді. Люси одан көмек сұрауда, сөйтсе бұл кореялық мафияның бастығы екен. Жігіт қызға кейстің кодын беріп тез арада ашуын бұйырады, ал өздері болса алсырақ тұруды шешті. Көп ұзамай Люси кейсті ашса, ішінде көк түсті 4 пакет жатыр. Мафиялар бөлмеге әбіржіген наркоманды әкеліп, оған ұнтақты тексеруін бұйырады. Бұл ұнтақтың күшті болғаны соншалықты жігіттің денесі тартылып өзінен өзі қуа бастады, ал Чан болса оны сол мезетте өлтірген болатын. Мафияның бастығы Люсиге бірге жұмыс істеуді ұсынғанымен қыз бас тартуда. Сонда олар қызды есінен тандырған еді. Профессор Норман жердегі тіршілік қайдан пайда болғаны жайлы лекция оқып отыр. Оның айтуынша, жануарлардың миы тек 5%-ға дейін жұмыс істейді, ал адамдардікі 10%-ға дейін екен. Ал егерде 100% істегенде адаммен не болар белгісіз. Көп ұзамай Люси көзін ашса, қымбат номерде жатыр, бірақ та іші қатты ауыруда. Біреулер оны бинтпен орап тастаған. Жас қызды мафиоздар мистер Чанға әкеледі. Сол жерде Люси операция жолымен әлгі көк пакеттің ішіне орнатылғанын түсінеді. Енді қыз оны білдіртпей Европаға жеткізу керек. Кейсте 4 пакет болған соң бөлмеге тағы 3 жігітті алып келді. Олар да Люси секілді миссияның құрбаны болып шықты. Мафиоздар оларға ескерту жасауда, егерде біреуі болсын полицияға жүгінетін болса, оларды отбасымен қоса қырып тастайды екен. Осы кезде лекциядағы профессор Норманның айтуынша, адамдар үшін ең маңызды ресурс ол уақыт. Егерде өмір қауіпке толы болса, адамдар шексіз өмір сүруге ұмтылады. Ал өмірлері тыныш болса, олар барынша ұрпақ жалғастырумен айналысады. Көп ұзамай мафиоздар Люсиді ескі ғимаратқа әкеліп, сол жерде жігіттер қызбен ойларына келгенді істемекші, бірақ та Люси қарсылық танытқанда, жігіт оны аяусыз соққыға жыққан болатын. Соққылар ауыр болғаны соншалықты. Люсидің операция жасалған жері қанай бастады. Сөйтсе іштегі пакет соққыдан жыртылып, енді ұнтақтар қыздың ішіне қарай тарауда. Люсидің денесі тартылып, ұнтақтың әсері мықты болған соң қыз патологқа дейін ұшты. Осы кезде профессор Норман, егерде адамдар миларын 100% істете білсе, онда кеңістік пен материяны басқара алатыны жайлы айтуда. Дәл қазір Люсиде тура осы процесс болып жатқан сияқты. Бір кезде Люси есін жиса, көзі көк түспен жанып тұр екен. Сол мезетте бөлмеге мафиоз келіп, қызға тиіспекші болады, бірақ та Люси оны жерге ұшырып құлатып, пистолетін тартып алған еді. Камерадан шыққан қыз тағы да бірнеше мафиоздарды өлтіріп, үстелдегі тамақты тоқтаусыз жей бастады. Денесінен жараны байқаса да, оған бәрібір секілді. Жас қыз ауруды сезетін емес. Енді сөмкеге түрлі қаруларды жинаған Люси өзін қорлаған адамдарды іздеуге шықты. Бірінші кезекте таксиге отырған қыз емханаға жетіп алмақшы. Жолай ол өзінің есту мен көру қабілеттері дамығанын байқауда. Емханада Люси операция бөлімшесіне кіріп, пациентті өлтірген соң хирургтарға өзіне тез арада операция жасауды бұйырады. Олардың міндеті іштегі көк пакетті алып шығу. Жас қызға тіпті наркоз да керек емес екен. Операция кезінде анасымен телефон арқылы сөйлескен Люси оған әлемдегі барлық нәрсені сезіп тұрғанын айтуда. Онымен қоса өмірдің әрбір секундық сәттері де есінде болып шықты. Бір кезде хирургтар пакетті алып шығып, оның бос екенін көрсетеді. Осылай емханадан шыққан Люси түн болса да әлемді жарқын түстермен көріп тұр. Тіпті жас қыздың рентгендік қабілеті бар екен. Көп ұзамай отельге келген Люси мистер Чанның адамдарын қырып шығып, мафиоздың өзіне де жетті. Ол өзінің ойды оқи алатын қабілеті арқылы Чанның миынан қалған 3 курьердің маршрутын тапқан болатын. Ақыры жолға аттанған Люси таныс құрбысына келіп, өзінің миы дәл қазір 28%-ға дейін жұмыс істеп тұрғанын түсінді.
Енді жас қыз ноутбукпен профессор Норман жайлы бар ақпаратты жинап, онымен байланысып та үлгерген еді. Люси оған бар жағдайды түсіндіріп, дәлелдеу үшін тоқты, радионы, телефонды басқара алатынын көрсетті. Онымен қоса ешқандай ауру мен қорқынышты сезбейді екен, тек абсолютті күш қана. Люси өзінің келбетін өзгертіп, Пьер атты полицейге қоңырау шалуда. Оның айтуынша полиция тез арада Рим, Париж және де Берлинге бара жатқан 3 жігітті ұстауы керек. Ал көк ұнтақтарды өз алмақшы, әйтпесе ұнтақсыз қыздың өмірі тоқтауы мүмкін. Осылай Парижге аттанған Люси дәл қазір өзінің миы 40%-ға дейін істеп тұрғанын сезіп отыр. Бір кезде шампанский ішіп отырғанда қыздың тістері түсе бастайды, ал терісі ауада еріп бара жатқандай. Дәретханада жас қыз қалған ұнтақтарды жеп есінен танған болатын. Енді Люси көзін ашса бұрынғы кейіпте емханада жатыр екен, ал сыртта оны бір топ әскерлер күтіп тұр. Қазір Люсидің миының 50% жұмыс жасауда. Соның арқасында қыз Пьерден басқасының бәрін ұйықтатып, пистолеттен оқтарды алып тастайды. Оның айтуынша Пьер тез арада оны қалған курьерлерге апаруы тиіс. Осы кезде курьерлерді полиция емханаға жеткізген болатын, ал Люси болса материяны зерттеп, мафиоздардың артынан емханаға қарай жол тартты. Кореялық мафия емханада барлығын қырып, операция арқылы курьерлерден пакеттерді алып шықпақшы. Люси Пьермен бірге жолдағы көліктерді құлатып, үлкен жылдамдықпен келе жатыр. Осылай емханаға жеткен қыз мафиядан көк ұнтақты талап етуде, бірақ та олар қызға қарай атылғанда өздері қарулармен бірге төбеге ұшып кеткен еді. Жас қыз ақырын ғана кейсті алып, полицейді сүйіп алған соң профессор Норманға қарай аттануды шешті. Люси оларға ұнтақ арқылы мидың адамға белгісіз қуыстарына жеткені жайлы айтуда. Соның арқасында ол денесін әртүрлі кейіпке өзгерте алады екен. Ғимаратқа мистер Чан бастаған мафия келіп, тағы да бәрін қыра бастайды. Ғалымдар қалған ұнтақтарды Люсиге қойып, миын 100%-ға дейін апармақшы. Ал полицейлер мафияны барынша ұстауда. Операциядан кейін Люсидің денесі толықтай өзгеріп, қыз биологиялық материядан компьютер шығарған болатын. Жас қыз барлық білімдерін осы материяға жинауда. Мафиоздар барған сайын Люсиге жақындап келе жатыр, ал жас қыз болса өз қалауымен уақыт аралығында саяхаттап жүр. Люси 1903 жылғы Нью-Йорктан бастап алғашқы адамды, динозаврларды, тіпті жердің пайда болған кезіне дейін көріп шығады. Осы кезде мистер Чан Люсиді арттан келіп өлтірмекші. Жігіт пистолеттен атқан сәтте Люсидің миы 100%-ға дейін жетіп, сол мезетте жоғалып кеткен еді. Тек қыздан көйлек пен туфли ғана қалды. Мистер Чан ғалымдардан оның қайда кеткенін сұрауда. Бірақ та оны арттан келген Пьер өлтіріп, ғалымдарға тура сол сұрақты қойған болатын. Енді Люсидің компьютері профессорге үлкен флешканы беріп, ұнтақталып кетті, ал Пьердің телефонына Люсиден мен барлық жердемін деген хабарлама келген еді. Осымен біздің Люси атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписация кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.